Табиғаттың түрлі тосын құбылыстарын адамдар алдын ала біле білмейді. Айналадағы қауіпті жағдайларды күні бұрын сезетін жан-жануарлардың, әсіресе құстардың тапқырлығына таң қаламыз. Адамзат тарихындағы күшті вулкан 1902 жылы Мартиника аралындағы Сен-Пьер қаласын күлге айландырған болатын. Санаулы минуттарда 30 мыңға жуық адам көз жұмады. Оқиға орнынан құтқарушылар келіп, қаланы тазарту барысында санаулы ит пен мысықтың өлексесін тапқан болатын. Аймақты мекендейтін құстар қауіпсіз жерге қоныс аударып үлгерген. Міне осыдан ақ құстардың ерекше сезімтал қасиетін аңғаруға болады. Сәлем достар! Бүгін біз адамның досы саналатын құстар әлеміне сапар шегеміз. Әлемдегі ең әдемі құстар жайында біле отырыңдар. Махаббат пен сенімнің, тазалық пен кіршіксіздіктің белгісі саналатын аққу әдемі құстардың бірі. Аққулардың есте сақтау қабілеті өте жақсы дамыған. Сол арқылы олар өздеріне жасалған жамандық пен жақсылықты үнемі ажырата алады. Сондай әдемі құстардың санатына жататын тауысты көптеген елдер патшалықтың, әулиеліктің белгісі ретінде құрметтейді. Отаны Оңтүстік Азияда тауысты барыс пен жылан сияқты қауіп-қатер жақындап келе жатқанда ескерту беретіні үшін жоғары бағалайды. Балықшы құста тұмсықты кішкентай құс. Оның екінші аты ұшатын асыл тас. Балық аулап тіршілік ететіндіктен біз оны балықшы құс деп атаймыз. Бұл құстың екінші аты жеті түсті құс, яғни жұмақ танаграсы. Өн бойына ең әдемі түстер шоғырланған ерекше құс сулы ормандарда тіршілік етеді. Ал сендер ең әдемі үйректі білесіңдер ме? Ол мандаринка деп аталады. Басқа үйректерден сыртқы сұлулығымен ғана емес, ерекше даусымен де өзгешеленеді. Ширақ қимылдайтын сақ құстардың бірі. Тотықұс жалпы тропикалық аймақтарда табиғи жаңбырлы орманды жерлерде мекендейді. Алайда кейбір түрлері дүниенің барлық өлкесінде тордың ішінде де өмір сүре алады. Ашық, қанық түсті қауырсындары мен имек тұмсықтары арқылы бірден көзге түседі. Бүгін біз әдемі құстар әлемімен таныстық. Көп білгілерің келсе, таңшолпанды көріңдер.